Барлықтарына сәлем, бұл мен Мәншік, бұл мен YouTube каналым қазақ тілінде өз-өзіңді тану, өз-өзіңді бақылау. Бүгін мен сіздерге өзімнің кеңестерімді бөлісем. Осы соңғы 1-2 аптада жиналып қалған. Кеттік. Ең бірінші бұл мен сізге қайтадан айтқым келеді, егер сіз өзіңізді жақсы сезініп жүрсеңіз, көңіл күйіңіз жақсы болса, активна болып жүрсеңіз, және өзіңізді өте жақсы сезінсеңіз, бұл өте жақсы индикатор, яғни сіз барлығында дұрыс жасап жатырсыз. Яғни осылай жалғастыра беріңіз. Екіншіден, ал егер керісінше көңіл күйіңіз болмай, егер де сіз жалқауланып, еш нәрсе істегіңіз келмесе, адамдармен тіл табыса алмай жүрсеңіз, және де эмоциялық өзіңізді нашар сезінсеңіз, бұл да индикатор, яғни сізді бір ой немесе бір проблема мазалап тұр. Біз кейде қалай ойлаймыз, қазанды жапқандай өз-өзімен кетіп қалады деп ойлаймыз, проблема немесе ой, бірақ ол ешқайда да кетпейді. Сондықтан да сол проблеманы мен мысалы сізге дәптерге жазуды кеңес беремін. Дәптерге сол мазалап тұрған ойыңызды, проблемаңызды жазыңыз. Және сол проблема не үшін сізге келіп тұр? Қалай шешуге болады? План жазып көріңіз. Сіздерді өзіңізді жақсы сезінгенге дейін сіз жаза беріңіз. Тіпті жылап алсаңыз да жаза беріңіз. Ең маңыздысы бұл өз-өзіңізге кеңес бергендей, сіз сол дәптерге өзіңіздің жаңағы проблемаңызды толығымен жазсаңыз, яғни сіз өзіңізді жаңағы проблемаңызды шешуге деген план құрасыз. Бұл ең маңызды нәрсе, сіз өзіңіздің көңіл күйіңіз жақсы болғанша дейін жаза беру керексіз. Келесі сіздің жалақыңыз, және де сіздің қанша жұмыс істейтініңіз сол жұмысқа, екеуі бір-бірімен ешқандай байланысы жоқ. Бұл біздің басымызда қатып қалған установка, және мен емес көптеген адамдар солай ойлайды. Мысалы, егер мен өте көп жұмыс істесем, маған жаңағы менің жалақым жақсы болу керек, көп болу керек. Или керісінше, менің жалақым аз болатын болса, мен бұл компанияға неліктен көп жұмыс істеу керекпін деп. Бұл ой негізінен өте дұрыс емес. Осы арасындағы байланысты біз связь дейміз, соны алып тастау керекпіз. Егер жұмысыңызды сүйіп, жақсы көріп жасауға тырысыңыз. Егер сол жұмыстан сіз шыға алмасаңыз, сіз сол жұмысты жақсы көруге тырысыңыз. Ол үшін қайтадан жазып көріңіз, сол жұмыста сізге не ұнамайды? Сол ұнамайтын нәрсе мүмкін сіздің ғана сол нәрсе туралы представленияңыз, яғни образыңыз болуы мүмкін, ол тек сіздің басыңызда болуы мүмкін. Яғни сіз сол представленияны алып тастасаңыз, жаңағы жазу арқылы өз-өзіңізге түсіндіртсеңіз, бұл нәрсе, ұнамайтын нәрсе, мүмкін бұл тек мен солай ойлайтын шығармын, мүмкін бұл тек менің образым шығар. Немесе сол ұнамайтын нәрсені қалай сіз шеше аласыз, мүмкін өз бастығыңызбен сөйлесу керек шығарсыз, немесе өзіңіздің жаңа идеяңызды беріп көріңіз. Бәрібір ең соңында сол жұмысты жақсы көріп, ұнатып жұмыс істесеңіз, сонда сіздің жұмысыңыз және сіздің зарплатаңыз екеуі бір-біріне мүлдем байланысы жоқ. Яғни жұмысыңызды шын ниетіңізбен усилия салып, яғни жұмыс істесеңіз, сонда ғана сіз негізінен бақытты боласыз және сіздің зарплатаңыз өседі. Келесі, бұл не үшін мен өмір сүріп жатырмын? Большое зачем деген Дарья Трутнева айтқандай, сіздің күн сайын ұйқыдан не үшін тұрасыз? Сол большое зачем болған дұрыс. Большое зачем деген орысша, сол сұраққа сіз қалай бір сөйлеммен жауап бере аласыз? Не үшін, мысалы, сіз күн сайын ұйқыдан ерте тұрып жұмыс істейсіз? Не үшін яғни сіздің өміріңізде ең бірінші маңызды нәрсе не? Егер соны сіз шынымен де сөйлем ретінде құрастырсаңыз, және де оны әр уақытта да өзіңізді есіңізге түсіріп отырсаңыз, ол сөз немесе сөйлем сізге күш қуат беру керек. Әрине, бұл большое зачем, мен не үшін өмір сүріп жатырмын, бұл сұраққа сіз өзіңіз ғана жауап беру керексіз. Ол біреу айтты деп сөйлемді құру емес, ол шынымен де сіздің
жүрегіңізге жақын, шынымен де сіздің жаңағы большой зачем деген сөйлем болу керек. Ең соңғы нәрсе бұл жеке құндылықтарыңыз. Орысша личные ценности. Бұны да мен жаңа Дарья Трутневаның бір видеосынан өзінің оның айтқан советінен алдым. Бұл личные ценности бұл сіздің кім екеніңізді, сізге не маңызды. Ол кейбір, мысалы, Дарья Трутнева үшін оның жеке құндылықтары 3 нәрсе болуы мүмкін, ал біреуге 1 нәрсе болуы мүмкін, ал басқа біреуге ол 5 нәрсе болуы мүмкін. Сізге де солай өзіңіздің жаңағы тізіміңізді құрып көріңіз. Мысалы, жеке құндылықтар дегеніміз, мысалы, мен үшін жеке құндылықтар бұл біріншіден мен үшін не маңызды өмірде. Біріншіден, маған мысалы өз-өзімді даму, өз-өзімді өсу маған маңызды. Екіншіден, маған маңызды мысалы независимость орысша. Ақшалай түрде, заңды түрде, яғни еркіндік болуы маған маңызды. Бірақ бұл мен үшін маңызды. Ал сіз үшін мүмкін бірінші орында сіздің семьяңыз, сіздің балаларыңыз болуы мүмкін, немесе денсаулық. Ал кейбір адамдарға мысалы спорт және елді аралау оларға ең маңызды нәрсе болады. Ал маған содан кейін үшінші бұл знание своей четкой цели. Яғни маған мысалы егер де басыңызда толып тұрған ойларыңыз болса, және шынымен де мусор сияқты баста ойлар айналып жүріп жатса, ол өте сізге кедергі келтіреді. Яғни сізде мен үшін мысалы знание своей четкой цели. И соны күн сайын білу керексіз. И төртінші мен үшін мысалы спортпен айналысу, денсаулық, психология осы маңызды. Осымен мен аяқтаймын. Ұмытып кетпеңіз осы видеоның астына сіз қандай өзіңіздің жеке құндылықтарыңызды таптыңыз, личные ценности, соны жазып бөлісуге ұмытпаңыз. Көп рахмет.